Электр өрісі мен магнит өрісінің арасында байланыстың бар екенін анықтау мақсатында 1820 жылы даниялық ғалым физик Ханс Кристиан Эрстед тәжірибе жасайды. Бұл ғалым өткізгішті алады, біз өткізгішіміз, оның маңайына магнит тілшесін қояды. Мұнда бізде кілт ажырап тұр. Бұл бізде тоқ көзі, бұл амперметр, жалғағыш сымдар. Бірінші суретте, яғни кілт қосылмаған жағдайда, яғни электр тоғы жоқ. Электр тоғы болмағандықтан электр өрісі жоқ. Сол себепті бізде магнит өрісі тыныштықта тұр, қозғалмайды. Сонымен электр өрісі болмаған жағдайда магнит өрісі де болмайды. Кейін Эрстед кілтті қосады. Кілт қосқанда тізбек бойымен тоқ жүре бастайды. Яғни электр өрісі туылады. Тоқ жүргенде бізде магнит тілшесі қозғалды, бір жаққа бұрылды. Бұдан Эрстед тоғы бар өткізгіштің төңірегінде магнит өрісін пайда болатынын тұжырымдады. Кейін бұл тәжірибе Эрстед тәжірибесі деп аталып кетті. Бұны, яғни тоғы бар өткізгіштің төңірегінде магнит өрісін алғаш ашқан ғалым Эрстед болып табылады. Қысқаша айтқанда, магнит өрісін белгілі бір бағытта қозғалатын зарядтар ғана тудырады. Ал қозғалмайтын зарядтар магнит өрісін тудырмайды. Сонымен, егер бізде электр тоғы пайда болса, магнит өрісі пайда болады. Электр тоғы болмаса, ол магнит өрісі болмайды. Келесі суретте тоғы бар түзу өткізгіштің магнит өрісінің күш сызықтарын анықтайтын ереже көрсетілген. Ол үшін, яғни бұл оң қол ережесі деп аталады. Оң қол ережесі. Мында екі сурет қараңыздар. Екеуі де бірдей. Мысалы, мына таяқша бізде. Бұл таяқша түзу тоғы бар түзу өткізгіш. Оны біз оң қолмен ұстаймыз. Сосын біз мына бармағымыз сол тоқтың бағытымен болады. Сол кезде қалған төрт саусағымыз біздің суретте ол сағат тіліне қарсы бағытталған. Бұл төрт саусақ біздің индукция векторын көрсетеді. Яғни индукция вектор сағат тіліне қарсы бағытталған. Суреттен қараңдар. Керісінше, тоғымыз төмен қарай бағытталған болса, онда біздің индукция векторымыз сағат тілімен бағыттас болады. Бұны оң қол ережесі деп атайды. Сонымен қатар екінші ереже бұранда ережесі бар. Бұранда ережесі бойынша, егер бұранданы түзу өткізгіштегі тоқтың бағытымен ілесе қозғалатын етіп бұрасақ, онда бұранда сабын айналу бағыты өткізгіштің төңірегіндегі магнит өрісінің күш сызықтарымен бағытын көрсетеді. Яғни бұл екі ереже, оң қол ережесі және бұранда ережесі, тоғы бар түзу өткізгіштің бағытын көрсетеді. Сонымен қатар индукция векторының бағытын көрсетеді. Келесі суретте соленоид берілген. Соленоид деген тоғы бар шарғы. Оның бойында, яғни тоқ жүргенде, магнит өрісінің күш сызықтарын оң қол ережесімен де анықтаймыз. Жаңағыдай, бізде оң қол болсын, біздің оң қол. Біздің N деген, N-нан бізде не шығатын еді? N-нан бізде B шығады, индукция вектор, магнит өрісінің күш сызығы. Осы N-нан B шығады, ол біздің мына бармағымен сәйкес келсін. Сол кезде мына біздің төрт саусағымыз сағат тіліне қарсы бағытталған. Яғни біздің тоғымыздың суреттен көріп тұрсыңдар, оң полюстен кірді, сағат тіліне қарсы тоқ қозғалуда. Сағат тіліне қарсы. Сонымен соленоидтың магнит өрісінің күш сызықтарын анықтау үшін оң қол ережесін қолданамыз. Төрт саусағымыз бізде ол деген, мысалы, тоқ күшінің бағыты болса, онда біздің мына бармағымыз индукция вектор болады, яғни магнит өрісінің күш сызықтарын білдіреді. Осы соленоидтағы магнит өрісінің күш сызықтары мен түзу магниттің күш сызықтары екеуі ұқсас болып келеді. Жаңа айтқанымыз мынау біздің соленоид, сол жағында, оң жағында түзу магнит. Көріп тұрғанымызда күш сызықтары, магнит өрісінің күш сызықтары екеуінде де бірдей. Мына соленоидты біз оң қол ережесімен анықтадық. Төрт саусағымыз бізде тоқ күшінің бағытын береді, ал мына біздің бұл күш сызықтарын береді магнит өрісінің. Сонымен қарайық, бізде N-нан күш сызықтары шығады, яғни B ғой бізде шығатындар. B векторы, яғни B шығып жатыр. Тоқ күші бізде ана төрт саусақ бойымен, яғни сағат тіліне қарсымда ағып жатыр. Екеуі оң қол ережесімен, яғни оң қол ережесін қолданғанда бізде соленоид пен магниттің күш сызықтары екеуі бір бағытта екенін көреміз.
бұдан болашаққа еске сақтауға болады. Егер бізде оң болса, мына полюс, ол бізде солтүстік полюске сәйкес келіп тұр. Теріс полюс минус, яғни ол бізде оңтүстік полюспен сәйкес келіп тұр. Жалпы оң қолымызбен әр уақытта бағытын табуға болады. Магнит өрісінің күш сызықтарын және электр өрісінің күш сызықтарын. Келесі ұғым бізде электромагнит. Электромагниттер деп өзінен электр тоғы өткенде күшті магнит өрісін туғызатын құрылғыларды айтады. Яғни бізде өзекше болады. Сосын оны бізде соленоид оралып тұрады, катушка, сым оралып тұрады. Онда біз тоқ жүргізгенде, электр өрісі пайда болғанда, тоқ жүргенде, және Эрстед тәжірибесіне сәйкес, оның айналасында магнит өрісі туады. Келесі суретте қараңдар. Мысалында шегені алған, шеге. Сосын тоқ көзіне қосқан. Тоқ бізде былай бойымен жүргенде, мына біздің соленоидымыз, яғни электромагнит, ішіне өзекшесі болса электромагнит деп атаймыз, ол өзінің айналасында күшті магнит өрісін тудырады. Бұны өмірде қайда қолданамыз? Өндірісте. Бұл бізде металлолом, көріп тұрсыздар, металдың қиындылары, металлолом. Мына құрылғының ішінде бізде электромагнит бар. Яғни тоқ көзіне қосқанда бұл күшті магнит өрісін туғызады да, мына металды өзіне жабыстырып алады. Сол арқылы ол осы металлоломды әртүрлі жерге тасымалдай алады. Электромагнит сонымен не болды? Ол өзекті оралған сым, ол тоқ көзіне қосамыз, сонда ол бізде магнит сияқты болады. Яғни электромагнит деп атаймыз, өзіне металл заттарды тартатын құрылғылар. Электромагниттің тарту күші оның орамдарынан өтетін тоқ күшіне тура пропорционал. Яғни бізде күш F тура пропорционал тоқ күшіне. Тоқ күші көп болған сайын бізде магнит өрісімізде сонша есе көп болады. Сонымен қатар электромагниттің тарту күші біздің F, ол орамдардың санына да тура пропорционал. Орам саны көп болған сайын біздің магнит өрісімізде көп болады, яғни күшті болады. Электромагниттің тарту күші оның өзегінің материалына байланысты өзгеріп отырады. Яғни мына өзек ішіндегі зат қой. Мысалы шеге, мына ішінде бір зат бар, металл зат. Мысалы ең үлкен тарту күші ферромагнит өзегі бар электромагнит туғызады. Сонда электромагнит бізде күшті магнит өрісін тудыру үшін тоқ күші көп болу керек, орам саны көп болу керек, және өзегінде ферромагнит болу қажет.